Айгүл жайында айтар болсам, өнердің ең нағыз қаймағының бірі, талантына, өзінің адамгершілігіне Айгүлдің бас ием. Ең басты Айгүлдің жан дүниесі, мына әнге деген құмарлығы, өнерге деген махаббаты өте жарқын. Айгүлдің еңбекқорлығы, сосын мына кішкентай балаларға деген махаббаты өте ерекше. Қазір үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Осы жақын арада Татарстанға барып, гран-приді ұтып келіп жатыр. Біз үшін үлкен мәртебе ол. Ән таңдау жағы, талай конкурстарға барып жүр. Кезінде Азия дауысы, жас қанат конкурстарына да қатысып жүрді бірталай. Мен Айгүлге үлкен табыс тілеймін. Өнері өрлей берсін, шәкірттері көп болсын. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Айгүл Адиханова ханым жайында айтатын болсақ, мен ол кісімен 2003 жылғы өткен Шәмші Қалдаяқов атындағы байқауда бірге қатысып, сол байқауда мен Айгүлдің талантын, Айгүлдің бойындағы барлық өнерін сол кезде байқап қойған болатынмын. Қазағымыздың қыздары көп қой. Айгүл өзі бір ерекше, ол қожаныңызы, нағашылары қазақтардан өнер келген, өнер дарыған, сондықтан бір ерекше дауыс иесі. Ол кез келген әлемдік деңгейдегі әндерді өзінің нақышына жеткізіп орындайтын қыз. Сондықтан мен Айгүлге болашақта тек қана жарқын жұлдыз, қазақтың маңдайынан өткен әнші, қазақтың маңдайынан өткен ана болсын деп, Роза Бақланова, Бибігүл Төлегенова, Роза Орынбаева деген сияқты көптеген сынды абайларымыздың жолын осы Айгүлге шын жүректен тілеймін. Бұл Айгүл ханым, Айгүл Адиханова деген қазақ өнерінде жүрген бір ерекше дарынды қыздарымыздың бірі. Айгүлдің ән орындау шеберлігі, дауысы, әнді жеткізуі. Айгүл қазір ұстаз, өзінің жақсы бір жеткен жетістіктерін, өзінің бойындағы бар дарындылығын өзімен бірге алып кетпей, осы жастарға білсін, көрсін деп соларға үйретіп жатқанын естіп, шәкірт тәрбиелеп жатқанын естіп қатты қуандым. Айгүлдің бір өзінің бір ұстанымы бар, маған қатты ұнайды. Ол үнемі айтып жүретін бір сөзі бар. Мен үшін, дейді Айгүл, танымалдылық маңызды емес дейді. Тек артымнан жақсы сөз ерсе болды. Менің жүрегім тек өнер деп соқса болды дейді. Мен сол үшін де Айгүлді қатты құрметтеймін. Шын тілегіміз өсе бер, өне бер дегіміз келеді. Өнерде қанаты талмасын, өнер ізденімпаздықты, білімдікті талап етеді. Сондықтан да ешқашан шаршама. Өмірдің күйбең тіршіліктері кейде адамды жұтып қояды, оған берілуге болмайды. Өнер адамы одан биік болу керек. Мен саған сол биіктікті тілеймін. Мен білетін Айгүл Адиханова біріншіден шығармашыл жан. Ол бойына Алланың берген үлкен қасиеті бар, үлкен дарыны бар. Осы өнер жолына деп туылған бір қазақтың аяулы қыздарының бірі. Айгүлдің бойында басқа бір өнер адамдарына ұқсамайтын ерекше мінез, өршіл мінезі, және оның мынау әндерге үлкен талғаммен қарайтыны. Айгүл қазір нақты уақытта Глер атындағы нөмір 2 балалар музыка мектебінде эстрадалық вокал класынан дәріс беріп келеді. Алғашқы осы сабақ берген сәтінен бастап ата-аналардың көңілінен шығып, және өзінің алдына келген шәкірттеріне бар ынты-шынтымен, бойындағы барлық қасиетімен, және өзінің жоғары білімділік деңгейімен өзінің орнын таба білген, және осы адамдардың көңілінен шыға білген дарынды ұстаз деп айта аламын. Ұлтымыздың бояуы сақталған, ұлттық мәнердегі әндерімізді, патриоттық рухтағы әндерімізді дамытып, насихаттап жүргеніне алғысым шексіз. Айгүлге тілерім шығармашылықтың биік шыңдарынан көріне бер дегім келеді. Айгүл Адиханова жайлы айтатын болсақ, ең бірінші теледидардан көрген кезде жаңағы әні, оны орындау шеберлігі қатты ұнады да, мен хабарласып Айгүлді тауып өлеңдерімді ұсындым. Өзі де композиторлық қара әбден ашылған қыз. Айгүл қашанда болатын болсын, ізденімпаз, үнемі ізденіс үстінде болады. Өзімізді де сол жетелеп отырады кейде. Аға мынаны істейікші, аға бүйтіп істейікші деп. Ол өзіне
аға таба білетін, өзін қарындас қыла білетін қыз. Ендеше Айгүлге сәт сапар тілеймін, сәттілік тілеймін, ақ жол тілеймін. Меня зовут Рамиля, мне 7 лет. Я учусь у Айгули Адихановой. Мы приехали из Татарстана, мы участвовали в конкурсе «Челны собирают друзей». Я там выиграла, получила гран-при. Я хочу участвовать во всех конкурсах, хочу стать знаменитой, и чтобы я всегда была просветлее. Меня зовут Мадина, мне 10 лет. Я занимаюсь вокалом уже год у Айгули Адихановой. Мы участвовали в международном конкурсе на «Челны собирают друзей». Мне очень там понравилось, и я заняла 1 место. И хочу, чтобы в дальнейшем я тоже получала призовые места. Также взяла гран-при, как моя подружка. В июле мы готовимся в международный конкурс в Болгарию. Я заняла призовое 3 место в итальянском международном конкурсе. Я хочу стать знаменитой поп-звездой, певицей. Менің атым Тамирис, мен 11 жастамын. Мен осы вокалға қатысып жүргеніме жарты жылдай болды. Біз жақында ғана Айгүл Адиханова мен Татарстанға барып жарысқа қатыстық. Мен онда 1-ші орын алдым. Енді жақында біз тағы да Болгариядағы жарысқа дайындалып жатырмыз. Және де ол жақта да орын алып, әлемге танымал әнші болғым келеді. Ата-анама және ұстазыма Айгүл Адиханова көп рахмет. Бүгін самғайын, бұлбұлша бүгін сайрайын, додаға түскен жүйрікей арқалана шабайын. Таңдар неткен арайлы, жерлер неткен шырайлы, сөз бастама жақсылар, аузына албай құдайды. Өмірді ақын жырлайды, қалсын деп артаймын қайғы, қазақтың